Балалық шағыңызда актер болуды армандадыңыз ба? Ой, тәйірі. Актер дегенді біз ауылда жүріп білмейді екенбіз тіпті. Бірақ кез келген әншілер ылғи біздің үйге келіп түсетін. Өйткені әкемізді таныды, анамызды таныды. Не бір әншілер келді. Тіпті өлі жарықтық әкем айтып отыратын. Біздің үйге Жүсекең, Жүсіпбек Елебеков, Камал ағамыз, Қазақстанның халық әртісі Камал Қармысов ағамыз, Сер ағаң, Серке Қожамқұлов, осы кісілердің барлығы біздің үйге келіп қонақ болған адамдар. Сонда мына әкемнің әншілігін көріп, тіпті өлі Жүсекең Алматыға алып кетем депті. Бірақ енді әкеміз партия совет қызметінде болды. Сондықтан партия не дейді? Ол кезде ондайға үлкен қырағылықтан татынды. Сондықтан әкеміз бармады. Енді осы өнер ортасында болғандықтан, өнерге деген сүйіспеншілік, кәдімгі телегей теңіз болды. Мектеп қабырғасында көркемөнерпаздары үйірмесіне қатыстық. Тіпті бөлі бізде болған үлкен фестивальдан бірінші орын алып, Өскеменге дейін келіп, сонда бірінші рет теледидар дегенді көрдім. Телевизор дегенді бірінші рет көрдім. Ресторанның бар екенін көрдік бірінші рет. Ресторанда тамақпен қатар мына жақта ән айтылып, музыка ойналып жататын бірінші рет көріп, Құдай-ай десеңші, қандай ғажап. Мен мысалы, бүгін бізді Голливудқа алып барса, мен сондай таң қалмас едім. Сол кездегі менің әсерім осы уақытқа дейін мені жетелеп келе жатыр десем өтірік емес. Әнші болуды армандадық. Күйші болуды армандадық.